сіздер ме достар? Educa Play платформасына кіру үшін Google-ға ойын платформаның атын жазамыз және ойын ашылады. Сол кезде платформаға кіреміз. Платформаға кірген кезде арнайы 3 нүкте тұрады. 3 нүктені басатын боламыз. Менде бұл жақта логин деп тұр. Логинға кіреміз және логин бойынша өзіміздің электронный почтамыз немесе Google аккаунтымыз арқылы кіре аламыз. Google аккаунтымыз арқылы кіреміз. Мен бұл жерде өзімнің Google аккаунтыммен кірдім. Және кірген кезде менің ескі бұрынғы ойындарым шығады. Және Puzzle плюс суретін басқан кезде бізде жаңа неше түрлі ойындар шығады. Мен ең жеңіл оңай түрін көрсететін болған. Немесе жоқ ойынын көрсетеміз. Оны жасаған кезде сол ойынды басамыз. Және бірінші карт деп тұрған жерге біз өзіміздің сұрағымызды жазамыз. Және қасында yes деген белгілеге оны өзгерте аламыз. Бір рет басқандай екінші басқанда жоқ болып өзгереді. Солай өзіміздің арнайы сұрақтарымызды жасап аламыз. Мен әліппеден беретін болғандықтан дауысты дауыссыз дыбыстарға алып жасадым. Мен сұрақтарды жасап болдым. Өзіміздің қалауымызға сәйкес жасауға болады. Және жасап болғаннан кейін Publish батырмасын басамыз. Және орыс тілді таңдаймыз. Ол жаққа ойынның атын және ойынның ережесін, ойынның қалай ойналатынын түсіндіріп кете алу үшін бізге ақпарат жазу керек. Өзімізге қалағанымызша ақпарат жазамыз және ойынды көре аламыз. Ойынды ойнап тексеріп көреміз. Және ойынды сілтеме арқылы, QR арқылы достарымызға керекті жерлерімізге жібере аламыз. Осылайша біздің ойын дайын болды. Мен ойынның сілтемесін сақтадым. Қазір ойынның сілтемесін WhatsApp-қа жіберіп көремін. Жібердім. Енді қазір ашып көремін. Ашып, реклама шығады. Рекламадан X-ті басамыз және ойын ашылады. Ойын ашылып тұр, ойын істеп тұр. Ойын тексерістен өтті. Осылай өздеріңіз жасап көрсеңіздер болады. Сау болыңыздар.